Тузы нормально. Енді 5 минут потом дайын. Ана келін 2 сағат болды, әлі кухняда тамағын істеп біте алмай жатыр. Қандай келінге жолықтық өзі? Қойшы кемпір, жас қыз ғой, үйренеді. Саған ақ бәрібір. Дымды да ойланбайсың. Сен ғой құмырсқадай затты үйдей бәлеге айналдыратын. Мен ғана ма? Өзің ойланбайсың. Жарайды, тоқта. Бәрі жақсы. Келін, тамақ дайын ба? Асқазаныңыз шуылдап кетті ғой. Иә, апа, дайын болып қалды. Мансұр қайда? Ұйықтап жатыр ма? Тамақ сосын шеман деді. Дәмді болыпты. Жан, сорпа суып тұрсын. Сосын ішемін. Жақсы, тамақ пісті. Тамақ суыған шығар. Тамақ ішіп жұмысқа дайындалайын. Тәтті Жан, сенің тамақтарың керемет шығады ғой всегда. Айтпақшы, Самат пен Надираның тойы ғой келесі апта. Көйлек әперші, Жан. Жарайды, көйлегінді аламыз ертең. Сол көйлекті 8 мартқа сыйлығым болсын. Рахмет, жаным. Ас болсын. Жан, сосын косметика алу керек, бітіп шашқа жазылуда. Жан, сен тойға барған 2 есе шығын. Өзім ақ бара салған дұрыс одан да. Бірақ дайындалу керек қой. Жарайды, кейінірек сөйлесеміз. Жарайды, мен кеттім жұмысқа. Жолың болсын, балам. Аман есен барып кел. Мә, осы ваннаның кірі бітпейді. Кеше ғана белизнамен жуып едім. Етімде жұмсақ. Әй, мықтымын ғой мен. Қайсысын алсам болады? Мынау арзан екен, бірақ езіліп кететін сияқты түрі жаман. Құрсын, чала берем. Келін істейді ғой бәрібір. Онша емес, шықса соған ұрсам. Тез ыдыс жуып, Мансұрмен магазин аралап келсек жақсы болар еді. Тойға киетін күшті көйлек табу керек. Ана абысынымнан кем қалмайтындай. Әй, қытырлата бермеші, дым естіртпедің киноны, ар жаққа барып жеші құрсын. Қойш, мен де көріп отырмын. Естіртпейсің, ар жаққа жүр. Жарайды, тыныштал. Еті жақсы болыпты, бірақ наны былжырап кетіп тағы дұрыс елемегенсін. Әй, кемпір қойшы керемет болыпты, келіннің қолынан бәрі келеді. Алтын ғой, алтын. Мансұрға қалдырып қойдың ба, шаршап жатқан шығар. Иә, апа, бөлек тарелкеге салып қойдым. Айтпақшы, біз қазір магазинге барамыз. Не үшін? Тойға бұрынғы көйлегінді кимейсің бе, текке шығындалмай? Бір тойға соншама дайындал. Әй, қойшы, жастар ғой киінсін, қазір киінбегенде қашан киінеді? Жан, бір көйлек қана косметика алмаймыз, ақша жоқ оған. Түф, Жан, өмір үйістесің ғой сен, қойшы. Келсемін, сүйіктім. Қазір тез алшы, бір көйлекті жыр қылмай, уақыт жоқ. Иә, Жан, тез аламын ғой, бір ұрыса бермеші. Қалай, жарасып тұр ма? Иә, күшті болып тұр. Бірақ қымбат екен, 150 мың тегі. Ала беремін, өзіме аянғанды итшесін. Осы үшін жұмыс істеп жүрген жоқпын ба? Әйтеуір, өзіне алғанда ақша аямайсың да? Маған алғанда жылап шығасың. Қалай алайын ба? Жарасып тұр ма? Ала бер, күшті, бағасы да арзан екен. Саған осыда қой деді. Рахмет, өте қуаныштымын. Қазір тамақ істеу керек, мама мен папа қарындар ашқан шығар. Иә, тамақ істе, сосын мен бүгін баняға барамын, заттарымды дайындап қой. Үйде қонбаймын бүгін. Не деген баня? Өмірі сенің банян таусылмайды екен. Маған мүлдем көңіл бөлмейсің. Бастамашы, Жан, мазам жоқ сенімен ұрсуға. Тез салат істеп, сосын пирог істеу керек шайға. Папа кеше сұраған пирог істеші деп. Сүт бар ма екен үйде? Пирог керемет қызым, қолын талмас. Тез шай қойып, мама папаны шақырайын.
Түнде күшті ұйықтадым. Келінім берген дәрісін ішіп, давлениям да жақсарып қалыпты. Иә, сол дәрі өте жақсы көмектес. Қуаныштымын ата. Тағы берейін бе? Бәріңе рахмет, балаларым. Йоу, дұрыстап ойнандарсай. Ема атсай ешакау. Мә мына көгершіндерге тамақ бере бермеші кемпір. Бүкіл паркты қоқын қылып бітірдің сен. Қойшы, не болды сауабы тиеді? Туф, кірлер де көбейіп кетіпті. Жуып қойса болар еді ғой өздері де бір. Стиралқа тұр дегендей. Алып қояйықшы бүгінгі күнімізге. Иә, керемет күн болды. Дәмді тағам, көңілді әңгіме. Тағы да жалғастырайық. Әрине рахат, денсаулық пен бақыт үшін. Ба, бір шаң болып кетіпті мына үйдің бәрі. Бір қанша жинасам да өмірі шашылады да жатады. Бүгінгі күн ген уборкамен өтті ғой. Уф, шаршап кеттім. Кеше папа жегісі келіп еді осы бауырсақты. Құста болғым келмейді. Қанатым бар күмістен жаратылған. Сәби болғым келет, сәби болғым. Мына өмірден хабарсыз жаңа туған. Ойбай, мынау бағасы ма или штрих коды ма? Не деген қымбат мыналарын ужас. Қызым сені бізге Құдай берген. Қолың дерт көрмесін. Бүгін той екен ғой. Үйді жинап тамақ істеп кет. Мә, осы үйдің тірлігі де бітпейді бір. Енді тезірек жинап тойға дайындалайын қазір. Күйеуім кешіксе құрсады. Ойбай, көтек мынауын не құрсын? Қойшы, қорықсаң үйде отырмадың ба? Барам деп қалма. Ойбай, бір бала сияқты осындай бәлелерді көретін не? Тыныш отыршы кемпір. Бүкіл жастығымды быт-шыт қып шығардың. Сен мен шықсаң осы, үне құртасыңда жүресің. Жыныма тимеш ал, қазір осы жерде оқтаумен тартып жіберем. Осы шампунь тима ғой. Иә, Серикович. Барлығы дайын. Қазір 5 минутта жіберемін. Табель жабылды барлығы. Вау, красотка. Бүгінгі той керемет өтетін сияқты. Жан, болдың ба? Мен келіп қалдым. Тез шығатындай қылшы, бұлжырап жүріп алмай. Керемет болып тұрсын, Жан. Айнаға қарай бермей кеттік енді. Мен асықтырып өзің тұрсын әлі. Қазір 5 минут шыдашы. Жарайды, тезірек. Бітті, кеттік. Бүгін құлпырып кетіпсің, осылай жүрмейсің бе күн сайын? Неше түрлі жамауларыңды кие бермей. Туф, Жан бастамаш, неге сонша ұрысқақ болып кеткенсің? Ал Майра туған күнің құтты болсын. Рахмет. Аспаның ашық болсын, сүйгеніңнің гүлі болып жүре бер. Иә, бақытты бол. Денің сау болсын. Сұлусың жаным. Жан, қазір шай ішесің бе? Қарның тоқ па? Иә жан, тамақ істеп жіберші, ана пловтары дәмсіз жей алмадым. Сосын шайға да бір нәрсе пісірші.